Қайырлы күн, сіздермен 6 сынып БЖБ 3 тоқсанның теңсіздікке байланысты бірінші нұсқа. Бірінші есепте сан аралығын көрсетеді. Бұл сан аралығын көрсету үшін бізге міндетті түрде координаталық түзу керек. Осыны сызып алғаннан соң мұнда берілген сандарды табамыз. -7 ол мына жақта болады. -7, одан кейін 5 дейді. Примерно сызып жатырмын. 5, 4, 5-тің алдында болады. Және -1, ол примерно мына жақта болады. Және 9, ол мына жерде болатын болса, бастысы мына жақ плюс шексіздік, бастысы реті дұрыс болса болғаны, сіздерде тор көзбен аласыздар. Енді бірінші -7 кірмейді дейді, жай жақша. Онда жай ғана ішін боялмаған дөңгелек сызамыз, 5 кіреді дейді. Онда 5-ті бояймыз. -7 мен 5-тің аралығы бірінші шөбімізді өсіріп аламыз. Екінші 4 пен, екінші басқа түспен 4 пен плюс шексіздіктің аралығы дейді. 4 кіреді, боялады. Плюс шексіздік дегеніміз ол соңына дейін, яғни шегі жоқ деген сөз. Келесі -1 мен, -1 кіреді дейді, яғни боялады. 9-дың аралығы 9 кірмейді екен. Онда ол боялмайды. Міне осы аралық. Енді сізде қиылысуын тап дейді. Қиылысуы деген үшеуі де қай нүктеде қиылысып тұр. Біз көріп отырмыз, үшеуі де 4-те және 5-те ғана екен, 5-ке тоқтаған 4 пен 5-тің аралығы. Осы екі аралықта ғана қиылысып отыр. Бізде үшеу берілгендіктен үшеуінің де қиылысқанын жазуымыз керек. Сонда сіздің жауабыңыз 4 кіреді, онда тік жақша болады. 4-тен және 5-те кіріп тұр. 5. 4 пен 5-тің аралығы деген жауап шығады. Екінші есебіңіз теңсіздікті шешімдер жиынын көрсетеді, координаталық сәуледе. Сізде берілген x -3 артық немесе тең -13-тен дейді. Кәдімгі теңдеуді қалай шешеміз? Дәл солай шешесіз. -13, -3 ол мұнда +3 болып өтеді. Сонда x -13 плюс 3 азайтылып кетеді. Өйткені таңбалары қарама-қарсы сан. Ең үлкен 13 болғандықтан соның минусы қойылады. -10. Енді координаталық сәуледе кескіндейміз. Ол үшін бірінші координаталық сәуле сызып аламыз. Сонан соң x-ті белгілеп аламыз. Енді x болып тұрғанда мен x-ті белгіледім. -10-ды тауып алам. Ол примерно осы жер деп аламын. -10. -10 артық немесе тең деп тұрғандықтан ол боялады. Іші -10-да кіреді. X артық, яғни x үлкен болса, ол әрдайым плюс шексіздікке кетеді. X үлкен болып тұрса, плюс шексіздікті белгілейсіз, сонда -10-нан плюс шексіздікке дейін. Шексіздік белгісі әрдайым жай жақшамен болады. Осы жауап. Келесі үшінші есептеріміз жүйе берілген екен, 2x плюс 3 x -1. Бұл жүйені жеке-жеке орындасақ та болады. Осы жерден x-терді теңсіздіктің бір жағына аударып аламын. Яғни жинақтап алам. Мұндағы плюс x минус x болып өтеді. -1 сақталады. Плюс 3 мұна жаққа -3 болып өтеді. Теңсіздіктің екінші жағын өткізгенде таңба өзгереді. Дәл теңдеудің қасиеті сияқты. 5x сақталады. Плюс x оң сан болып тұрғанда -x болып өтеді. Және 2 өзі қалса, -22 ол плюс 22 болып өтеді. Енді ұқсас мөлшерін біріктіремін. 2x минус x дегеніміз, x-тан 1 деген сан бар, яғни 2-ден 1-ді алғанда 1, яғни x-тің өзі.
-1 -3 бізде -4-ті береді. Таңбалары бірдей болса қосылады. Оң сандар болса оң сан шығады, теріс сандар болса теріс сан шығады. 5x-тен x-ті алсам, яғни 1x-ті алсам 4x болады. Таңба. Және 22-ге 2-ні қоссам 24. Осы жерден сразу теңсіздікті орындап жіберем. 24 мұнда бөлу 4 болып өтіп кетеді, 4-іміз. Сонда 6. Енді бұның шешімдер жиынын табу үшін екеуінің қиылысу нүктесін табуым керек. Қиылысу нүктесін осы есептің жауабына қарап табамыз. Яғни -4 керек маған, кіреді, теңдік белгісі тұр өйткені, және 6 керек, ол да кіреді, немесе тең деген белгі тұр. Енді -4 бірінші жауапта x артық -4-тен. Артық болса, ол плюс шексіздікке қарап барады. Ал егерде мына жерде x-іміз кіші болып тұр, демек x кіші сандардың барлығы минус шексіздікке қарап барады. 6-дан кіші санның барлығы қоя аламыз, 6-дан кіші болу үшін. Енді жауап қиылысу нүктесі ол -4 және 6-ның аралығы, сонда -4 және 6 деген жауап шығады. Келесі соңғы есеп модульде беріліп отыр екен. Асы модульде x 5. Бұны екі жолмен ашамыз. X, яғни x артық 5-тен. Бірінші жол, екінші жол x кем -5-тен. Минуспен ашқан кезде таңба өзгереді. Осы жерден координаталық сәулені кескінде жіберсеңіз, екеуі де кірмейді, себебі қатаң. -5 и +5. X артық болғандықтан мына аралық, X артық болса плюс шексіздікке қарап кетеді. X кіші болса минус шексіздікке қарап кететіні белгілі бізге. Сонда жауап -5 пен +5-тің аралығы, 5-тен өзге сан. -5 кірмейді, яғни -4,9 деген сияқты сан, және 5-тің аралығы. Екінші соңғысы, мұнда сыйдыра салайын, b-сы 2x плюс 3 4-тен. Бұны да екі жолмен ашамыз. Бірінші жол дәл өзін осы күйінше оң санмен ашамыз. Сонда кәдімгі теңсіздік орындаймыз. 4 минус 3 x 1, ана бөлу 2 болып өтеді, сонда 1 бөлінген 2 болады. Ол бізде 0,5-ке тең. Екінші жолы дәл осыны таңбасын өзгерте отырып минуспен ашамыз, сонда 2x таңба -4 -3 болады. X -7 бөлінген 2 болады. -7 шығады, -7-ні 2-ке бөлсек, -3,5 болады, 3,5. Енді осыны координаталық сәуледе кескіндейміз. Сонда бізге минустан 3,5 кіреді, және 0,5 ол да кіреді. Енді теңсіздік белгісін жауап табу үшін орнатып шығамыз. X үлкен 0,5-тен. X кіші екен. X кіші болса, онда мына жақ қарап барады. Барлық теріс сан деген сөз. X үлкен деп тұр, онда ол мына жақ қарап барады. Екеуінің қиылысып, екеуі де болып тұрған аралық, осы аралық, сонда -3,5 және 0,5 деген сандардың аралығын алуға болады екен.